Сәлеметсіз ме, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Біз сізбен бүгін IELTS Writing Task 1 туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы IELTS Task Writing-ы, IELTS Writing-ы екіге бөлінеді. Біреуі Task 1, екінші Task 2 деген, Task 2. Ең бірінші біз Task 1-ға тоқталатын боламыз. Бұл туралы енді мәліметтерді сіздерге оқып берейін. Бұл мен арнайы сайттан алған болатынмын. Интернетке Google-ға IELTS Лиз деп жазатын болсаңыз, прям осы сайттың барлық ақпараты шығады, өте жақсы түсіндірілген. Мен сіздерге осы ақпараттың барлығын қазақша тілінде түсіндіріп беретін боламын. Ең бірінші ережеде бұнда айтып тұрады: IELTS recommend you spend no more than 20 minutes on writing task 1. Жалпы біз writing task 1-ға 20 минуттан артық жұмсамауымыз керек. Дайын шаблон арқылы жазатын боламыз. Оның барлығын еске сақтап практикалап етуіміз керек. Бірақ сіз өзіңіз, яғни жалпы общий 60 минут береді, соның 20 минутын сіз task 1-ға жұмсауыңыз керек. Ол 150 сөз болу керек, және де сіздің общий бағаңыздың 33%-ын осы IELTS Writing Task 1 құрайды екен. Сіз ең бірінші task achievement пен coherence and cohesion, vocabulary, grammar, осы 4 деталь бойынша бағаланатын боласыз. Барлығы 25%-тен құралады. For band score tips and details, see this must read page. Мына сайтта қалдырып кеттім. IELTS Writing Task 1 деген пейджда, яғни страницада осындай сілтемелер болады. Осы жақта детально band scores, яғни қалай бағаланады, қанша балл жиналады деген сияқты толық мағлұматты осы ссылкаға өтіп ала алатын боласыздар. Ол сайттың ішінде. Бұл бізде academic writing деген бар, яғни general IELTS деген бар, academic IELTS деген бар. Көбіміз біз academic тапсырамыз. General ол арнайы бір мекемелер сұрамаса, бұлай көп ешкер сұрамайды, тек қана academic сұрайды. Academic Writing Task 1-да біз көбіне bar chart, line graph, pie chart, table, map, diagram, процесс сияқты осындай нәрселерді көбіне сипаттап жазып беретін боламыз. Осы 6-7 түрлі writing task'ты қалай жазу керек екенін білсек, жақсы жинап шығамыз бұл жерде. Так, және де бұл кісі, бұл Лиз деген апайымыз, practice charts, model answers, tips барлығын жазып қойған екен. Мен сізге оның барлығын осылай қазақшаға аударып, түсіндіріп, осылай салып отыратын болам. Ең бірінші бізде бұл апай кәдімгі барлығын кезек не істеу керек, қалай дайындалу керек сияқты ережелерді айтқан болатын. Мен сіздерге соның барлығын қазақшаға түсіндіріп, аударып айтып беретін боламын. Жалпы ең бірінші task 1-ды біз түсінуіміз керек. Яғни біз жаңағыдай түрлерін, типтермен танысуымыз керек. Writing Task 1-ның және де 150 сөзді жазуымыз керек. Және де 150 сөзден кем болмау керек. Және де 20 минутта жазып үйренуіміз керек. Одан кейін көп практика жасауымыз керек. Оны біз Cambridge IELTS Practice Test Books деген 9 түрлі кітап бар. Тегін доступта бар. Соны сіздер барлығын жүктеп алып, әр тесттегі бір кітаптың ішінде 4 практис тест бар. Олар жаңағыдай барлығы реальный тестте болған тесттер екен. Сол үшін де оның барлығын қолданып жазып істесек, жақсы балл жинап шығатын боламыз. Үшінші task 1 band scores and marking criteria. Біз жаңағыдай қалай бағалану керек, қалай бағаланатын туралы ақпаратты білуіміз керек. Яғни жаңа өткенде task achievement, coherence and cohesion, vocabulary, grammatical range and accuracy. Осының барлығы сіздер білулеріңіз керек. Одан кейін төртінші барлық, яғни 6 түрлі task 1-ның 6 түрімен танысуымыз керек. Олар maps, diagrams, bar charts, tables, line graphs and pie charts. Және де барлық түріне сіздер прям практика жасап үйренулеріңіз керек. Және де кейде бізге тек қана бір түр емес, сонымен қатар bar chart пен pie chart мысалда бірге қосылып келуі мүмкін. Соған да практика жасауымыз керек. Және де біздер introduction'ды қалай жазамыз? Мысалы,
Practice writing the introduction statement. Here are the two examples. Which one do you think it best? Мысалы, былай айтады, Here we can see that the graph represented information regarding the number of sales of two companies in 2 years. The chart illustrates the number of sales of two companies, Marks Ltd and the Bumper Store in 2000 and 2010. Так, бұл жерде екі түрлі жаңа introduction берілген. Бұл жерде біздер жаңағыдай нақты екіншісін бізде мұғаліміміз мақтап тұр, себебі нақты және өте жақсы жазылған дейді. Яғни өте академически жазылған. Қалай жазылған? Мысалы мыняқта прям академиялық тілде жазылған да, 2000-2010 жылғы деген сияқты нақты бір нақтылық бар. Ал мына жерде мысалы бірінші сөйлемде біз бұл жерде көріп тұрмыз деген сияқты бір жай сөзбен жазылған, сондықтан да оны қолдамайды екен мына апайымыз. Және де ешқандай да бір нақты сандар жоқ. Сол үшін де біз мынаны қабылдамаймыз. Бұлай жазуға болмайды. Екіншісін жазуымыз керек. Екіншісі сияқты қылып жазуымыз керек, прям нақты. The introduction is usually very quick to write and quite formulaic standard in content. Here's a link to see how to write in introduction for a bar chart. Бұл жерде бізде апайымыз айтып тұр, что прям тез жазылу керек нәрсе ол бізде кіріспе бөлімі, яғни осыны біз жаттығып үйренуіміз керек кіріспеге. Және де апайымыз бар чартқа байланысты кіріспе бөлімге сілтеме тастап кеткен екен сайтта. Так, overviews for writing task 1. Practice identifying key features for all kinds of charts. Жаңағыдай барлығына барлық берілген кестелердің, мысалы қандай ақпарат беріледі, соған байланысты сіздер key features, яғни кілт белгілерді таба алуыңыз керек. Және де мысалы осы key features, яғни кілт сөздер, кілт жаңағыдай белгілері, мысалы мына жері өсіп кеткен, мына жері төмендеп тұр деген сияқты деңгейлерді, әртүрлі графиктер беріледі. Соны сипаттау жаңағыдай барлығын сразу анықтап алуыңыз керек. Қай жер өсіп жатыр, қай жер кеміп жатыр, қай өсім мен қай төмен түсім прям бір-біріне ұқсас, соны сіздер байқап біліп алуларыңыз керек. Қазір сіздер түсінбей отқан боларсыздар, бірақ мен сіздерге алдағы уақытта мысал қарастыратын боламын, содан түсінесіздер. Мысалы жаңа айтып өткендей highest, lowest категорияларды бөлулеріңіз керек, нақты прям айырмашылықтарды табуыңыз керек. Одан кейін соны айтып кеткен overview-ға мысалы жалпылама мысалы екі елді қарастырайық, China и Russia, Россия. Осы екеуінде мысалы товарлар бар. Товар мысалы Чайнада тез өтіп кетеді, ал Рашада төмен өтіп кететін көрсеткен мына тейблда деген сияқты жалпылама жазып кетесіз. Так, одан кейін vocabulary, жаңағыдай әрбір writing taskқа useful, яғни пайдалы сөздіктер бар, соны сіз алуыңыз керек. Мысалы әсіресе line graphқа, mapsқа, pie chartsқа байланысты сөздіктер өте маңызды. The line graph is a type of writing task 1 which has the biggest range of possible vocabulary that can be used. Line graph'та әсіресе өте көп деген сөздік бар, соны біліп алуымыз керек. Және де мыняқта апайымыз сілтеме жасап кеткен екен line graphsқа. To get a good score in writing task 1, it's important to use a range of words, which means you need to paraphrase when possible. However, as mistakes can cause you to lose, it's important not to make changes with your vocabulary. Spelling is also checked to make you sure that you don't make mistakes with your spelling. Жаңағыдай сөздеріміз прям асып кетпеу керек, немесе прям өте көп кетпеу мүмкін, кетпеу керек, және де төмен болмау керек 150 сөзден. Сол үшін де санына да қараңыз сөздің. Grammar.
To get a good score, you will also need to work on complex sentence structures. For students aiming for band score 6 and above, this is essential. Біз жаңағыдай граммада жақсы жинау үшін, грамматикам жақсы болу үшін комплекс сентенс жаңағы құрылымдарын прям жақсы білуіміз керек. Бұл әсіресе 6 және одан да жоғары балл алатын оқушыларға прям маңызды болып келеді. Luckily, sentence structures for task 1 can be learned and then adapted to fit each individual task. Так, бұл жерде тағы да апайымыз сілтемелер жасап кеткеннен кейін жалпы күрделі сөйлемдер құрап үйренулеріңіз керек. Грамматикаға өте қатты мән берулеріңіз керек. Және де егер көп жаңағыдай қателеріңіз көп кететін болса, сіз примерно 5 алатын боласыз. Structure for writing task 1. You need to make sure you structure your report correctly, as the examiner will pay attention to the organization of information and the paragraphing. Сіздер жаңағыдай параграфқа бөлгендеріңіз, абзацтарға бөлгеніңіз, және де организацияңыз, мысалы сөйлем мен сөйлемді бір-бірімен байланыстыру, және де қандай өсіммен қандай түсімдерді байланыстырып жатсыз, бір-бірінен логикалық тұрғыда келе ма, соның барлығына сіздің тексеруші адамыңыз өте қатты мән береді, соған қатты мән беріңіз сіздерде. Және де бұл бізде coherence and cohesion критерияларына байланысты бізде осылай параграфтарға бөлу именно осы жерде бағаланады екен. Linking devices деген бар. Linking is also very important. You will need to show the examiner a range of linking devices, connect information together, and compare information in a coherent way. Again, linking is very easy to learn, so make sure you pay attention to these. Different charts use different linkers, so make sure you review each type of task to see the best linking device to use. Linking bizde linking words деген бар. Яғни, мысалы, as opposed to, оны тағы да бөлек өтетін боламыз. Мысалы, бір-біріне сілтеме жіберіп отырады. Мысалы, мына French, яғни, мысалы, мына Францияның өсіміне қарайтын болсақ деген сияқты, ол linking wordsқа жатады. Соның барлығын сіздер әр чартқа, яғни, әр графикке байланысты өзінің құрылымдары бар. Соған байланысты біз қолдануымыз керек екен. Одан кейін 11-ші model answers for IELTS writing task 1. Follow safe models. There are a lot of sample answers for you to follow on the internet, but following a safe model which fulfills the requirements set by IELTS is essential. Here is a link to complete lesson how to write a pie chart report paragraph by paragraph. Бұл жерде бізде model answers берілген, яғни өте көптеген жаңағыдай жауаптарды оқып үйренулеріңіз керек, көзі жаттығуларыңыз керек, көшіріп, оны жаттап, және де басқа новый таск алып, соған қарай жазып үйренуіңіз керек екен. Одан кейін practice using the answer sheet дейді. Сіздер официально қандай қағазға жазасыз, мысалы IELTS-қа барған кезде сол қағазбен бірге жаттығуларыңыз керек. Сол сайтта, сол қағаз интернетте толып жатыр, жазып көрсеңіз, соны жүктеп алып, оны копиядан шығарып, соған жазып үйренулеріңіз керек. Міне оқушылар, біз примерно көз жүгіртіп өттік. Енді барлығын детально тоқталатын боламыз. Мен сіздерді келесі видеоларды күтетін боламын. Барлығына сәттілік тілеймін. Барлығын жазып алып, менімен бірге IELTS-ға дайындықты бастаңыздар. Сау болыңыздар.